Біз жаңалықтар айдарын бастаймыз. Эфир тізгінде мен Бибінұр Қаражанова, армысыздар. Кеше Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев Қазалы қаласына арнайы барып, қала тұрғындарымен кездесті. Халықпен кездесу барысында Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев ауданымызда болып жатқан оңды өзгерістерден бастап алдағы жоспарларымен бөлісті. Сондай-ақ жастар және кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын алу үшін тұрғындармен бірлесіп жұмыс жасауға шақырды. Негізі жылға бір 6 көше қалады, 6 көшемізде шет аймақтар, 10 болады. 10 көшенің құжатын қазір тапсырды. Биылғы 15 көшенің жаңа қарып келе жатырмыз. 7,5 көшесі қазір асфальт төселді. Енді жарық шығарылып жатыр. Мердігер компания ертең жол қатынастар басқармасы тапсырыс беруші, соның маманы келе жатыр. Осы жерде болады. Қанша рейс асфальт келді, қанша рейс шебін келді, соны қадағалап, біз бар болғанда да 2 слойды бітіріп алуымыз керек. Қазір анау бабаның алдына барып қалды ғой, черный шебін. Енді соның кесененің алдында дейін 2 слойын жабуымыз керек. Арман қарай Нұршуаққа дейін соны жеткізу керек. Биыл сол 2 слойын жауып, светін қосып алсақ, солда үлкен бізге бір олжа болайын тұр. Келесі жылы, Құдай қаласа, 3-ші слойы қалады. Жарықтандыру жылма-жыл жүріп жатыр. Енді биыл алдымызға осы 9 көшеге мұнда тротуар салу освещениесімен соған жоспар жасап, оны да ұсындық. Тағы біз келесі жылы 4 көшеге ғой жарықтандыру. Оны да құжатын жасап ұсындық. Сонда біз Құдай қаласа 1-2 жылда Қазалы қаласында инфрақұрылым толық жауып шығамыз. Енді газ болса да кірді. Шет аймақтарға кеше қосып жатырмыз. Мына біздің 81 гектар ғой, 80 гектар ғой. 180 гектар. Соны қазір қабылдау жұмыстарын жасап жатырмыз. Қазалы қаласында өткен кездесуде тұрғындар да өз ойларын ортаға салып, көгілдір отын мәселесін алға тартып, аудан басшысы Мұхтар Оразбаевтың жасап жатқан жұмыстарына көңілдері толатынын жеткізіп, алғыстарын айтты. Осы 91-ші жылы 95-ші мектепке осы мектеп басшы болып келгеннен бастап бұл жерде ол кездерде свет те жоқ, көшеде асфальт та жоқ. Олай батпаққа қатынаудың өзі қиын еді. Шүкір қазір мына елдің экономикасының қиындығына қарамастан халықтың осындай әлеуметтік салаға көңіл бөліп жатқан үкіметке, оны ел ағаларына осы кезге дейін біраз мәселелер атқарылып жатыр. Жылда атқарылып жатыр және әр жылды қарап отырсақ өткен жылы 10 көшеге, биыл 15 көше асфальтталып, тротуарлар салынып, барлық көше жарықтанып, енді қалған 4 көшеде келешек жоспарланып деп отыр. Құдай қаласа 25-ші жылға дейін бітіреміз дегенде жоспар бар екен. Барлығына осының рахмет. Айтайын дегенде біздің қала көріністер көптіңбек. Бұлай қай бұрышына барсаңдар, көлеңкемен жүресіз. Тал түсте де көлеңкемен жүріп отырасыз. Менің мекенім туық қашықта, соған мен көлеңкемен баратынмын. Бірақ бір жылдары мына ағаштар құртыла бастады. Енді қазір бір қуаныштысы, мына газға өкпелемейміз. 1 жет емес, 2 жет емес, 3 жеті тұрса да өкпелемейміз. Өйткені газсыз өмір сүрдік. Сонда қанша көгалдандырылған ағаштарымыз кесілді сыртта. Қазір бұлай сыртқа қарай шықсаңыз, қарланға қарай көктіңбек. Жыңғылдар бәрі өсіп жатыр. Енді бір жылдары онда қоян пайда болады, құс пайда болады. Бәрі газдың арқасы. Сондықтан мына газдың шамалы уақытта тоқтағанына өкпе айта алмаймыз. Мен өзім шамалы әзіл қоймын. Негізі үйдің кочегары едім. Сонан құтылдым енді. Бір жыл болды. Сондықтан енді газ туралы тек қана жақсылық. Осы өзінің басында сөйледі. Бибінұр Қаражанова, Арман Нұралиев, Дәуренбек Қайрулаев, Серік ТВ телеарнасы. Үстіміздегі жылы Қазалы ауданында көшелерді асфальттау, жол жөндеу жұмыстары жасалып, тұрғындардың тілегі кезең-кезеңімен орындалуда. Осы орайда Қазалы ауданының орталығы Әйтеке би кентіндегі Жангелдин көшесін асфальттау жұмыстары қарқынды жүруде. Кеше Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев жол құрылысы жұмыстарын арнайы көріп, Нұрасика жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігер мекемесінің қызметкерлерімен кездесті. Аудан басшысы кездесу барысында жолдың сапасына аса мән берілетінін ескертіп, жол құрылысын өз қадағалауына алатынын айтып, Қазалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Мұрат Әбсұлтановқа жол мәселесінің назардан тыс қалмауын қатаң түрде тапсырды. Қазалы ауданында тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандарды көгілдір отынмен қамтамасыз ету, жылыту маусымына дайындық жүргізу мақсатында уақытша
тоқтатылған еді. Соған орай магистралдық жоғары қысымды газ құбырын жөндеу профилактикалық жұмыстары барысында пайда болған техникалық ақауларға байланысты жөндеу жұмыстары қарқынды түрде жүргізілуде. Соған орай аудан тұрғындары үшін көгілдір отынның аса маңызды екенін ескерген Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан орынға арнайы барып жағдайды бағамдап қайтты. Өндірістік филиал қызметкерлерімен кездескен аудан басшысы жұмысты жеңілдетіп, жақын арада ел игілігіне пайдалануға беруді қатаң тапсырды. Қызмет бабы бойынша кездесуде Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоры Қызылорда өндірістік филиалының Қазалы ауданы бойынша газ шаруашылығының директоры Қуаныш Сансызбаев қосымша техника алдырылған баяндап, жұмыс одан әрі жанданатынын айтты. Өздеріңізге белгілі, тамыз айының 24-ден бастап 7-ші қыркүйекке дейін жоспарлы түрде профилактикалық жұмыстар біздің магистралдық линиямызға жүргізілетін болып шешілген еді. Сол жұмыстар жүру барысында техникалық ақаулар пайда болып, күн ұзартуға тура келіп отыр. Қазір енді 12-ші қыркүйекке дейін жұмыстар толық аяқталады деп есептеп, 12-ші қыркүйекке дейін солып жатырмыз, сол туралы хабарлама айтып жатырмыз. Магистралдық газ құбырын ішіндегі газды босатады да, азотпен толтырып, сол тексеру жұмыстарын жүргізеді. Тексеру жұмыстары коррозиясын және біріктірінің тығыздығын тексереді. Осы мәселе жұмыс жасап жатқан кезде, банша айтқанда, мобильді азоттық компрессор станциямен азот айдайды. Осы мобильдік азоттық компрессор станция Қазақстан бойынша санаулы. Сондықтан да бірінші кезекте суық аймаққа, солтүстік аймақтарына бірінші кезекте жұмыстар жүргізілді. Содан кейін олар бізге келіп жатыр. Біздің алдымызда біздің Арал және Байқоңыр аудандарында, Арал ауданында және Байқоңыр қаласында осы тексеру жұмыстары, профилактикалық жұмыстар жүргізілді. Енді Қазалы ауданында жүріп жатыр. Бұдан кейін де бізді біткеннен кейін оңтүстік жаққа қарай Шиелі, Жаңақорған аудандарында тап осындай жұмыстар жүргізілетін болады. Аралдан автоматтандырылған газ тарату станциясына дейін 3,5 километр. Сондықтан олар 2-3 күннің ішінде үлгерді. Ал біздікі 38-де 6 километр. Осы жұмыстар 15-20 күнге созылып жатыр. Тұрғындар түсініспен қабылдауын сұраймын. Жақын арада 12-ге дейін газды толық аяқтап жұмыс жасаймыз деп ойлаймыз. Және бұған тағы қосымша мобильді азоттық компрессор станцияның екіншісінде алдырып жатырмыз. Осы 1-2 күндікте Қазалы келіп, екі жағынан екі азоттық станция жұмыс жасау керек. Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев Қазалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Мұрат Әбсұлтанов пен Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоры Қызылорда өндірістік филиалының Қазалы ауданы бойынша газ шаруашылығының директоры Қуаныш Сансызбаевқа жөндеу жұмыстары өз мәресіне жетем дегенше жұмыс басында болып, жағдайды баяндап отыруды жүктеді. Бибінұр Қаражанова, Арман Нұралиев, Дәуренбек Қайрулаев, Серіктовы телеарнасы. Біз жаңалықтар легін одан әрі жалғастырамыз. Қоғамдағы ең өзекті мәселелердің бірі ажырасу. Соңғы жылдар елімізде шаңырағы шайқалған отбасылардың саны артқан. Статистиканы сөйлетер болсақ, Қазақстанда неке құрған әрбір 3-ші отбасы ажырасады екен. Ал ұлттық статистика бюросының дерегіне құлақ түрер болсақ, былтырдың өзінде 17,7 мың отбасының некесі бұзылған. Отбасын қалай сақтап қалуға болады? Некенің бұзылуына не себеп? Сандаған ғасырлар бойы дәріптеліп келген отбасы құндылығы қазір қалай өзгерген? Ерлі зайыптының араз болуына не себеп? Кім кінәлі? Ақшаның жетіспеуі ме, адамдардың ортаға түсуі ме, әлде тойынғандық па? Қоғамның дертіне айналған мәселенің мән-жайын білу үшін көкейді тескен сұрақтарға жауап алу мақсатында Қазалы аудандық сотына арнайы барып, сот процесіне қатысқан болатынбыз. Процесте отбасының арасындағы түсініспеушіліктен туындаған жанжалдың салдарынан ерлі зайыптының жиі кикілжіңге келгені, екінші мәрте сотқа жүгінуге мәжбүр болып, құқық бұзу қайталанғаны анықталды. Дегенмен тараптар татуласып, отбасын сақтап қалуды шешкен. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңының 73-те 1-ші бабының аясында сот шешім шығарды. 12 тамыз күні 2023 жылы 12:30 шамасында отбасының қатынастары аясындағы себепсіз балағат сөздер айтқан, яғни сен алмашылық көрсеткен үшін. Растайсыз ба? Кешірім сұрадыңыз ба? Күйеуіңіз ғой. Дұрыс па? Кешірім бересіз ба күйеуіңізге? Жақсы. Іс бойынша аталған баппен, яғни 2022 жылы 11 қазанда дәл осы баппен сіз
тартылған болатынбыз. Яғни осы тараптармен татуласуына байланысты жауаптылықтан босатылған. Алайда әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің өзгеруіне байланысты аталған қазіргі таңда сіздің татуласуына байланысты сот қысқартылмайды, себебі алдына бір жыл бұрын сізге қысқартылған. Сондықтан баптан 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алуға немесе болмаса ескерту жазасын беруге. Жәбірленушінің кешірім беруіне байланысты сот сізді қамаққа алмай ескерту жазасын қолданып отыр. Қаулы қарарлары түсінікті ме сізге? Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 73 бабының 1 бөлігінің кінәлі танылсын, оған ескерту жазасы берілсін. Әзірге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі тәмам. Осы және өзге де жаңалықтарды әлеуметтік желілерден көруге болады. Әр шаңырақта серікті арнасы қосулы болсын. Келесі көріскенше аман болыңыздар.